60-қа келмеген кісі рак легких обнаружили. Осы где-то полгода назад. Сосын прооперировали, Алматыға барып, по-моему, операция жасатып келді. Сосын келгеннен кейін сол бірінші химиясын алды. Сол химиядан кейін біз айттық, осы продукцияны беріңдер деп. Сонымен витамарин А-ны алып ішті. Содан кейін бірінші химиядан кейін әлсіреп келді ол кісі дейді. Сосын екінші химиядан кейін уже мына витамарин А-ны ішіп алып, екінші химияны барып тұр ғой, екінші химияға. Екінші химиядан келгеннен кейін жақсы болып келді дейді, прям сергек, жақсы. Внуков начал возить кого в школу, кого в садик на машине, прям за рулем. Енді үшінші химияға тағы бару керек болды ғой. Үшінші химияға барды, барса айтқан анализдеріңіз бәрі жақсы, сізге химия жасамаймыз деген. Еще вот инвалидность периодінде отырған ғой. 5 января на работу вышел человек. Представляете? Легкий труд, правда, но на работу вышел. Вот такой результат. Молодцы. Мен айтпаппын, арасында ол деген не ішті. Мен бұдан кейін саумал ішті, 2 рет АБ ішті, сосын саумал ішті. И қазіргі уақытта мне спирулина ішіп жатыр. Күшті.